Сәлеметсіздер ме? Информатика сабағы 6 сынып 3 бөлім. Сабақтың тақырыбы сызықтық алгоритмдерді программалау. Жалпы бұл тақырыпқа 2 сағат беріледі, соның бірінші сабағы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу. Сабақтың мақсаты Python тіліндегі сызықтық алгоритмге берілген есепті шығару. Бағалау критерийі сызықтық алгоритмді анықтайды. Сызықтық алгоритмге блок схема құрады. Python тілінде программа кодын жазады. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар үшін, соның ішінде қолында тірек қимыл аппараты бұзылысы бар оқушы сызықтық алгоритмнің блок схемасын ажыратады. Ойлау дағдыларының деңгейі, түсіну, қолдану. Жалпы сабақ барысында келесі әдістерді қолданамын. Топтық жұмысқа джигсо әдісі. Бұл әдіс арқылы ынтымақта бірлікте жұмыс жасауға, тапсырманы ортаға салып талқылауға, түйінді ойды саралауға жетелейтін керемет әдістің бірі. Жеке жұмысқа бинго әдісін қолдандым. Жұптық жұмысқа саралау әдісін. Бұл әдіс арқылы оқушылардың сабақ үстінде бірнеше деңгейде сабақ жүргізе алуы өте тиімді. Кері байланысқа инсерт әдісін пайдаландым. Осы тұста қымыжыны көрсетіп кетейін деп едім. Құндылықтарға баулу қымыжыда көрсетілді. Сабақ барысында қажетті барлық қосымша тапсырмалар, сілтемелер, видео сабақтың барлығы көрсетілді, енгізілді. Қымыжының ең соңында қандай тапсырмалар пайдаланғанымды атап өткім келіп тұр. Қосымша 1, бірінші тапсырма, топтық жұмысқа арналған. Сөз жұмбақты шешу, дескрипторлары сөз жұмбақтың шешімін табады. Бағалау критерийі әр топ бір-бірін бағалайды. Қосымша 2, жаңа ақпаратқа арналған. Презентацияның сілтемесін қымыжыға енгізіп қойдым. Сілтемесі бар. Бұл жаңа ақпаратқа арналған слайд. Сызықтық алгоритм дегеніміз не деп аталатын анықтамасы беріледі және алгоритмнің жазу жолдары көрсетілген. Соңында видео сабақты да көрсетуге болады. Екінші тапсырма қосымша 3, жеке жұмысқа арналған. Бағалау критерийі Python тілінде программа кодын жазады. Диаметрі 10 см шеңбердің ұзындығын табу қажет. Python тілінде шешу жолын көрсеттім, дескрипторлары берілген. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар үшін берілген суретте шеңбердің диаметрін ол көрсету керек. 3 түрлі нұсқа беріледі, соның біреуін табады. Дарынды балаларға арналған тапсырма шеңбердің диаметрін пернетақтадан тақтадан енгізіледі. Шеңбердің ұзындығын және радиусын табады. Python тілінде шешу жолы көрсетілген, дескрипторлары берілген. Мұғалімнің нұсқаулығымен өзін-өзі бағалайды. Үшінші тапсырма 4-ші қосымша жеке жұмысқа арналған. Бағалау критерийі Python тілінде программа кодын жазады. Сызықтық алгоритмнің блок схемасын табады. Үшбұрыштың периметрін Python тілінде бағдарламасын жазып көрсету керек. Шешу жолы берілген, скрипторлары төменде көрсетілген. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар үшбұрыштың периметрін тауып, сызықтық алгоритмнің дұрыс блок схемасын анықтайды. Берілген 3 нұсқаның біреуін таңдау қажет. Дарынды балаларға арналған тапсырма үшбұрыштың периметрін және ауданын Python бағдарламасында жазып көрсету керек. Шешу жолы көрсетілген, дескрипторлары төменде. Өзін-өзі бағалауға арналған тапсырма. 4-ші тапсырма қосымша 5, жұптық жұмысқа арналған, функционалдық сауаттылыққа арналған тапсырма. Бағалау критерийі Python тілінде программа кодын жазады. Контекст беріледі. Тамерлан мен Даниал дос, олар күнде мектепке бірге барады. Бірақ бүгін Тамерлан өзі жалғыз кетті. Даниал күнделікті үйден мектепке жету үшін 250 метр жолды 0,5 метр секунд жылдамдықпен жүреді. Бірақ ол бүгін таңертең ұйықтап қалуына байланысты үйден кеш шықты. Даниалға 5 минуттың ішінде мектепке жету үшін қанша жылдамдықпен жүру қажет? Математикалық және Python тілінде шешу жолын көрсеттім. Дескрипторлары print және айнымалыларды қолданады. Математикалық формуласын табады, берілген өрнекті Python тілінде жазады және нәтижесін экранға шығарады. Дәл осы контекст ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларға арналған контекст. Есептің Python тілінде шешу жолының дұрыс нұсқасын көрсету қажет. 3 түрлі нұсқа беріледі, соның дұрыс жауабын белгілейді.
дарынды балаларға арналған тапсырма. Дәл осы контекст Даниял бүгін таңертең ұйықтап қалуына байланысты үйден кеш шықты және 100 метр жүргеннен кейін үйде информатика кітабын ұмытып кеткені есіне түсті. Даниялға 5 минуттың ішінде мектепке жету үшін күнделікті жылдамдықтан қаншаға артық жылдамдықпен жүру керек? Математикалық және Python тілінде шешу жолы берілген. Енгіздім. Дескрипторлары print және айнымалыларды қолданады. Математикалық формуласын табады. Берілген өрнекті Python тілінде жазады, нәтижені экранға шығарады. Жалпы мен дайындаған қысқа мерзімді жоспар осы. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.